Тәжірибелік тапсырма бірінші күн. Біздің менталды эмоциялық күйіміз ажырамас бөлікке айналған ой мен сезім бейнесі болып табылады. Жылдан жылға біз сол баяғы ойды ойлаймыз, сол бұрынғы сезімді сеземіз. Күнде қайтадан осы сезімге сай ойлаймыз. Күнделікті нақты бір болмыстың күйін есімізде сақтап, оны бірден тұлға ретінде қабылдаймыз. Эмоциялық қалдықтарымыз мінез кеселдеріне айналады. Эмоциялық қалдық мінез кеселдері. Егер сіз мен жалқаумын, мен өте уайымшыл адаммын, мен өзіме сенімсізбін, мен қорқақпын, мен бастаған істі аяғына дейін жеткізбеймін, мен уақытымды бос өткіземін, мен зиянды тағамдар жеймін, мен лайық емеспін, мен тез ашуланамын, мен шыдамсызбын, мен аса ақылды емеспін деген сияқты тағы басқа көптеген мінез кеселдерін жиі айтатын болсаңыз, әрбір осындай мінез кеселінен түпкі астарында сіздің үйреніп қалған эмоциялық күйдің ізін табуға болады. Тапсырма. Жоғарыда көрсетілгендей мінез кеселдерін анықтау үшін оннан кем емес түрлерін жазып шығу. Осы мінез кеселдерінің антонимін тауып жазу. Мысалы, мен жалқаумын дегенге мен пысықпын деген сияқты. Порталда бөлісу.